Қазақстанда тыйым салынған таблиғи жамағат ұйымының мүшесі деп күдікке ілінген Сәкен Тұлбаевтың соты жалғасуда. Бүгін отырыста оны 2011 жылдан бері сырттай бақылауда ұстаған ішкі істер бөлімінің қызметкерлері күдіктерін растайтын дәлелдер ұсынды. Олар Сәкен Тұлбаев әр тергеуде бір сұраққа түрліше жауап береді деп отыр. Якобы отправила Абдулла. Мен тергеу барысында бұл кісіден таратқан қағазды қайдан алдыңыз дедім. Ол Абдулла деген азамат электронды почтама жіберді деді. Біраз уақыт өткен кезде осы сұрақты қайта қойсам, оны мен ғаламтордан көшіріп алдым деді. Сәкен Тұлбаевтың жауаптарында осындай қайшылықтар көп. Сондай-ақ күдікті 20 жылдай әлемнің бірнеше елін шарлап діни сауатын көтеру үшін жүргенін айтады. Сонымен қоса Тұлбаев өз шәкірттерін өзге елдерге барып білімін көтеруде кепіл болған деп отыр. Ол таблиғи жамағат ұйымының мүшесі және мемлекеттің тыныштығын бұзатын мәтіні бар парақшалар таратты деп айыпталуда. Өз кезегінде күдікті еш дәлелсіз жаланың астында қалғанын айтады. Я считаю это полным надоном. Мен бұл істі алдын ала жоспарланған екеніне сенімдімін. Мені кінәлауға негіз де жоқ. Ешқашан заңды бұзған емеспін. Ешқандай да парақша таратқан емеспін. Ал жамағатпен жиналып көрісу, дініміз жайлы білгенімізбен бөлісу қылмыс емес екеніне сенімдімін.